Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, жаңа бұдан бұрын бір өте керемет видео жүктедім, соны көріп алсаңыздар болады. Каналыма жаңа қосылған көрермендер болсаңыз, қош келдіңіздер. Менің каналымда өте керемет техникалар өте көп. Лайк басып, мені қолдап кетіңіздер, каналыма жазып кетіңіздер. Мен сіздерге қолым тиген кезде өте пайдалы техникалар салып отыратын боламын. Ал бүгін болса 25 октябрь күні жаңа ай толады, соған арнап сіздерге өте керемет техниканы бөлісейін деп отырмын. Бұл техника чистка дейміз, немесе тазару. Чистка, тазару неден? Негативтен, қарғыстан, өсектен, жалған сөздерден, сіздің сыртыңыздан айтылған өсекшілердің, әркімнің жаман сөздерінен тазалайды. Өсекшілдердің тілі тыйылады. Шынын айтқанда, сіз оларға қызық емес болып қаласыз. Сіз өсектеуді қояды, осы техниканы егер сіздер жасайтын болсаңыз. Достар, мені өз практикамда талай қолдандым, шынымен достар. Тіпті де барлығы өсек, сіздің үстіңізден өсек естімейтін боласыз. Дәлірек айтқанда, жақсы тазалайды. Ол үшін бізге тұз керек. Тұз. Азғантай бір чайный ложка тұз керек. Мен енді тұз әкеліп отырмай, тек үлгі ретінде сізге мынандай ақбет қойып қойдым. Не? Осы тұз деп санаймыз. Бірақ ыдыс керек, достар. Ыдыс керек. Сосын жайпақ ыдысқа бір чайный ложка тұз себесіз де үстіне мынандай қылып свечаны бекітіп аласыз. Свеча, любой свеча, восковая болсын, церковный болсын, немесе парафиновый болсын. Дым таба алмасаңыз, онда кәдімгі қалай айтсам болады, тортқа арналған свеча болады. Достар, маған ыңғайсыз, қазір мен спичканы жағып алайын. Спичканы жағасыз, сізге новый свеча керек. Мен тек үлгі үшін осы свечаны қолданып отырмын. Свечаны жағасыз. Жаққаннан кейін дұғаны 12 рет оқисыз. Дұғада атыңыз деген жерге атыңызды айтасыз да. Айтып болғаннан кейін, 12 рет айтып болғаннан кейін, осылай сол қолыңызбен осылай сөндіресіз. Сосын сол адам тиіспейтін жерге алып қоясыз. Ыдысыменен келесі күні, любой күні. Не обязательно бір сағатта жасау. Любой кезде жасай бересіз. Не обязательно бір уақытта жасаудың қажеті жоқ. Екінші күні дұғаны 7 рет оқисыз. Жағасыз, жаққаннан кейін 7 рет оқисыз да, жаңағыдай сол қолыңызбен тағы сөндіріп тастайсыз. Үшінші күні 12 рет оқисыз дұғаны. Дұғада атыңыз деген жерге атыңызды айтып 12 рет оқисыз. Оқып болғаннан кейін свечаны полный жануын қадағалауыңыз керек. Яғни полный жанып болу керек свеча. Бұны сіздер 25-ші күн новолуние ғой, новолуниядан 3 күн бұрын жасайсыз. Яғни 23 октябрьде 23-ші, 24-ті, 25-ші 3-ші күн болып саналады. Любой кезде жасай бересіз. Таңертеңгі сағат 6-дан бастап түнгі 12-ге дейін любой кезде жасауға болады, достар. Одан кейін біздер қазір көрсетемін мен сіздерге, достар. Одан кейін свечаны жанып болды делік. Мысалға, свечаны жанып болды делік та. Осылай қалдық қалады свечадан кейін. Осындай қалдық қалады. Осыны кранның астына ыдысыменен ана тұзды ерту керек. Тұз ергенше кранның суын ашып қоясыз. Тұз еріп уже жоқ болып кетеді. Сол кезде мынандай қалдық қалады ғой міне. Осындай свечаны аласыз да, любой перекрестікқа. Перекрестік дегеніміз, енді тұз еріп кетеді. Сол кезде тек осындай свечаның өзі қалдық қалады. Қалдығын перекрестікке барып, яғни жолдың 4 айрығы перекрестікке барып, тек лақтырып кетесіз, еш нәрсе оқымайсыз. Перекрестікке тек лақтырып кетесіз. Болды, достар.
пайдасы өте күшті. Жасап көріңдер достар. Өзіңізді жеңіл сезініп, күшті, жақсы жағдайда боласыңыз достар. Сәттілік, лайк басып мені қолдап кетіңіздер. Келесі видеоға өте керемет тағы бір видео түсіремін. Жоғалтып алмау үшін каналға жазылып, лайк басып кетіңдер.